Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мұхтар Файыз Әбдірахымұлы. Мен учаскелік дәрігермін. Бүгін жоспарлы түрде босану алды патронажын жүргіземін. Ол үшін 32 апталық мерзімдегі жүкті әйелдің үйіне барамын. Жүкті әйелдің үйіне барған кезде міндетті түрде әйелдің өзімен және оның отбасы мүшелерімен сәлемдесемін, аты жөнімді айтамын және келу себебімді айтамын. Келу себебім 18 жасқа дейінгі немесе 35 жастан асқан жүкті әйел болуы мүмкін. Ол әйел 4 немесе одан да көп бала дүниеге әкелген болуы мүмкін. Акушерлік анамнезі асқынған, экстрагенитальды аурулары бар және қауіп тобындағы әйел болуы мүмкін. Осы әйелдің барлық мәліметтерін 113 формаға толтырамын. Ондай мәліметтердің қатарында әйел адамның аты жөні және өзге де паспорттық мәліметтері болады. Және әйелдің тұрғылықты мекен жайын, тіркелген жерін және байланыс телефондарын да аламын. Көп кідірмей анамнез жинауды бастаймын. Ол үшін жүкті әйелдің шағымы бар ма жоқ па сұраймын. Шағымдары болған жағдайда барлығын нақтылап, соңына дейін анықтаймын. Анамнезбен жинау кезінде әйелдің ұйқысын, тәбетін, жалпы жағдайын сұраймын. Артериялық қан қысымын, дене температурасын, пульсын анықтаймын. Одан кейін көзге көрінетін тілемелі қабықтардың, тері жабынының жағдайын және денедегі варикоздық өзгерістердің болуын қараймын. Гестациялық мерзіміне сәйкес сыртқы акушерлік тексеруді жүргізуді бастаймын. Ол үшін Леопольд-Левицкий әдісін пайдаланамын. Бұл кезде жатыр түбінің биіктігін, жатырдың тонусын және де ұрықтың жүрек соғысының жиілігін анықтаймын. Жатырдың өлшемін есептеймін және жыныс жолдарынан бөліну болса, осы бөлінулерді сипаттаймын. Тексеріп қарауды жүргізіп болғаннан кейін жүкті әйелге қауіпті белгілер жөнінде ақпараттар беремін. Мұндай қауіпті белгілерге жатыр жолынан қан кетулер, тырысулар, іштің қатты ауырсынуы, қағанақ суының кетуі, одан кейін ұрықтың қозғалғыштығының тым артып кетуі немесе мүлдем баяулауы, одан кейін тоқтаусыз құсулар, дене температурасының айқын көтерілуі және аяқтардағы айқын үстемелер болуы мүмкін. Егер мұндай өзгерістер болатын болса, жүкті әйелдің өзі немесе отбасы мүшелері уақытылы медициналық көмекке жүгіну қажеттігін ескертемін. Одан кейін жүкті әйелге мынадай ақпараттарды беріп өтемін. Бұл ақпараттар әйелдің тамақтануына және гигиеналық күтіміне қатысты болады. Одан бөлек ұрықтың дамуына жақсы жағдай жасау үшін зиянды әдеттерден аулақ болуын сұранамын. Шылым шегу, ішімдік ішу, есірткі қолданудан әйел аулақ болуы керек. Ақпарат беріп болғаннан кейін босануды жоспарлау жөнінде де кеңес беремін. Ол үшін жүкті әйел босануды жоспарлау мектебіне, босануға дайындық мектебіне және психологқа жүгінуі қажет. Жүкті әйелге қатысты барлық іс-шараларды орындап болғаннан кейін біз кері байланыс алуымыз қажет. Ол үшін әйелге осы айтылған ақпараттардың ішінен бірнеше сұрақтар қойып, оларға жауап аламыз. Одан кейін әйелдің өзінің сұрағы бар ма, күмәнді сәттер бар ма сұраймыз. Бар болса толық жауап береміз. Жинақтау мақсатында патронаж туралы ақпаратты арнайы бланкке толтырамыз және патронаж өткен туралы журналға белгі қалдырамыз. Және осы патронаж жөнінде акушер-гинекологқа хабарлаймыз, қажет болған жағдайда бөлім меңгерушісіне де ескертеміз. Міне, осылайша біздің босану алды патронажымыз аяқталды. Сау болыңыздар.